Өтетін сабағымыз 50-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы бөліндінің мәнінде нөлдер болатындай көк таңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша бөлу. Бірінші тапсырма. Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы аясында қазақтың музыкатану ғалымы тарихында тұңғыш рет 5 томдық қазақ музыкасының антологиясы жарық көрді. Бұл жерде 650-ді 25-ге көбейтеміз. Бірінші 16250 шығады. Және осы санды 14237-ні аламыз осы саннан. Сол кезде 2013 шығады. Яғни 2013 жылы жарық көрген екен қазақ музыкасының антологиясы. Есептеуге қарай екі таңбалы санға бөлу алгоритмін қолданып есептеуді түсіндір. 8624-ті 28-ге бөлсек 308 шығады екен. 93860-ты 52-ге бөлсек 1805 шығады екен. Есептеулерді жазбаша орындап, оны тексер. 9684-ті 12-ге бөлеміз, 88 шығады. 4784-ті 23-ге бөлсек 208 шығады. 94770-ті 45-ге бөлсек 2106 шығады. 95883-ті 31-ге бөлсек 3093 шығады. Дәптерімізге мұқият жазып аламыз. Есептеуге қара, қалай есептелгенін түсіндір. Бұл жерде 820680-ді 21-ге бөлгенде 39080 шыққан. Тексеру. Осы шыққан санды бөлінді санға көбейтеміз. Сол кезде біздің толық санымыз шығады екен. Есептеп дұрыстығын тексер. Бұл жерде бөлу амалдары көрсетілген. Күрделі сан 6 таңбалы, 7 таңбалы, 5 таңбалы сандарды 2 таңбалы сандарға бөлу. Күрделі бөлу берілген. Соны дәптерімізге мұқият жазып аламыз. Дәптерімізге мұқият орындап жазып аламыз. Түсініп қарап отырамыз. Және 6-шы тапсырма. Композитор Шәмші Қалдаяқов 1930 жылы туған. 1956 жылы Менің Қазақстаным әнін жазған. Ол уақыт өте келе Қазақстан Республикасының қазіргі киіміне айналды. Өзінің осы танымал әнін жазған кезде Шәмші Қалдаяқов неше жаста болған? Жасын анықтау үшін 1956 жылдан 1930 жылды алып тастаймыз. Сол кезде 26. Яғни Шәмші Қалдаяқов 26 жасында Менің Қазақстаным әнін жазып шыққан екен. Келесі өрнектердің мәнін тап. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 12-ні 6-ға көбейтіп, оннан 62-ні алып тастаймыз. 10 шығады. Және 1530-ды 10-ға бөлсек 153 шығады. 153. Яғни 988-ге 153-ті қоссақ 1141 шығады екен теңі. Екінші тапсырма. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 4892-ден 4781-ді алып тастаймыз. 111 шығады. Және 111-ді 37-ге бөлсек 3 шығады екен. 2-ге бөлсек 3 шығады екен. Енді екінші жақшаның ішін орындаймыз. 1519-дан 637-ні алып тастасақ 882 шығады. Енді осы есептің мәні 294 шығады екен. Дәптерімізге мұқият жазып аламыз. Келесі тапсырма. Мәтіндердегі деректер бойынша есеп құрастыр және шығар. 1980 жылы Алматы қаласында ұлттық музыкалық аспаптар музейі ашылды. Музей ғимараты ағаштан салынған сәулет өнерінің үлгісі. Оны 1908 жылы Андрей Павлович Зенков тұрғызған. Бұл жерде ашылған жылы, тұрғызған жылы. Яғни қанша жылдан кейін музей болуға рұқсат берілгені үшін біз ашылған жылынан соғылған жылын алып тастаймыз. Сол кезде 72 жыл шығады екен. Яғни 72 жылдан кейін біздің ғимаратымыз музей болған екен.
Келесі, музейде көптеген концерттер мен кездесулер өтеді. Ересектердің билеті 500 теңге, ал балалардікі 300 теңге. Экскурсия жетекшісінің қызметі 850 теңге. Келесі, біз балдар санын 15 деп алдық. Яғни балалардың билетінің санын баланың санына көбейтеміз. Одан шыққан санды бір-біріне қосамыз. Сол кезде біздің қанша адамға барлық билетке төленген ақшамыз шығады екен? 5850 теңге. Балалар, бұл жерде сендер бала санын ауыстырып, өздерің қалаған санды қанша бала барындар, соны ауыстырып қойсаңдар болады. Мына орынға. Соны 300-ге көбейтіп, қалған сандарға қосамыз. Сол кезде біздің барлық төленген билетіміздің суммасы шығады. Келесі, теңдеулерді шеш. Толық нұсқасы көрсетілген. Дәптерімізге мұқият жазып аламыз. Өте түсінікті және қарапайым тілде орындалған. Сен зерттеушісің. Ойлан және жауап бер. Музейге бару үшін оқушылар 3-3-тен сапқа тұрды. Айна, Әлия, Арман. Алдынан санағанда 7-ші қатарда, соңынан санағанда 5-ші қатарда тұрғандарын байқады. Музейге неше оқушы барған? Яғни, бізде алдынан санағанда 7-ші, артынан санағанда 5-ші қатарда тұру үшін біз 11 қатарда аламыз. 3-3-тен 11 қатарда аламыз. 3-3-тен 5, 7 қатар болды, 8 қатар, 9 қатар, арасына салып жүреміз, 10 қатар және 11 қатар болды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мына алдынан санағанда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ші қатарда тұр. Соңынан санағанда 1, 2, 3, 4, 5-ші қатарда тұр. Яғни 11 қатарды 3-ке көбейтсек, 11 қатарды көбейтеміз 3-ке тең 33. Бізде музейге барлығы 33 оқушы барған екен. Есептеп дұрыстығын тексер. Үй тапсырмасы. 73.980-ді 36-ға бөлеміз. 2055. Барлығы есеп осылай көрсетілген. Мұқият дәптерімізге жазып аламыз, балалар. Өте түсінікті, қарапайым тілде көрсетілген. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.